Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға мен сияқты жаса Айдары. Айдарды сіздермен таныстыратын Ағдала орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Нұрманова Айдана Нұрланқызы. Менің кредом оқушыларға терең білім беріп, жүрегіне жол табу. Менің ұстанымым жас келсе іске, демек мен бойымдағы күш қуатымды, жастық жігерімді, жаңашылдығымды шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым қажет. Ел есінде 1 жыл қалғың келсе, ас бер, 10 жыл қалғың келсе, ағаш отырғыз, мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле. Мен үшін ең қасиетті де қастерлі мамандық ол ұстаздық. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, менің де, шәкірттерінің де жеткен жетістіктері мол. Соның ішінде айтарлықтайы республикалық шеберлік орталығынан шыққан сауат ашу пәнінен кляшар тақырыбындағы авторлық бағдарламам республика көлемінде таратылуға ұсынылған. Назарларыңызға 3-ші сыныптың негізгі пәндер жүйесінен құрылған оқу райының болжамын ұсынамыз. Синоптиктердің болжамы бойынша еліміздің орталық аймағында күн құбылмалы, қар жауып, боран соғуы ықтимал. Яғни әдебиеттік оқу пәнінен СМС әдісі, эмоция әдісі және болжам әдістерін пайдалансаңыздар, бағалау көрсеткіші жоғарылауы мүмкін. СМС әдісі қағаздан жасалған ұялы телефонға оқушылар сабақтың қалай өткенін және қаншалықты жемісті болғанын мұғалімге СМС арқылы жібереді. Эмоция әдісі берілген тапсырмадағы оқиғалар желісінен эмоция тізбегін құрастыру. Еліміздің солтүстік аймағында күн ашық, аздаған жел соғуы мүмкін. Яғни жаратылыстану пәнінен 1 минут әдісі және де 9 ромб әдісін пайдаланған жағдайда бағалау көрсеткіші 10 градус жылылықты көрсетеді. 9 ромб әдісі қатысушыларға айтарлықтай маңыздысын анықтап, талқылау үшін тізім беріледі. Тізімнің әрбір тармағын үлкен ромбылы торға орналастыру қажет. Маңызды тармақтарды әдетте ромбының жоғарғы жағына, ал оншалықты маңызды еместерін төменгі бөлігіне орналастырады. Әр қатарда орналасқан тармақтардың маңызы бірдей. Еліміздің батыс аймағында күн бұлтты, жауын-шашын күтілуде. Яғни қазақ тілі пәнінен плюс-минус қызықты және сұрақтар жаңбыры әдісін пайдалансаңыздар, бағалау көрсеткіші 5 градус жылылықты көрсетеді. Плюс-минус қызықты әдісі. Оқушыларға сабақтың соңында кестені толтыру ұсынылады. Плюс бағанына сабақта ұнаған нәрсе жазылады. Ақпарат, жұмыс түрлері, тағы сол сияқты. Минус бағанына сабақта ұнамаған немесе түсініксіз сәттері. Оқушы пікірі бойынша оған ешқандай қажеттілігі жоқ ақпарат жазылады. Қызықты бағанына оқушылар сабақта естіген қызықты мәліметтерді жазады. Оған қоса тақырып бойынша білгісі келетін мәселелер бойынша мұғалімге сұрақтар жазуға болады. Сұрақтар жаңбыр әдісі. Сұрақ қою және сыни ойлау дағдыларын дамытады. Берілген тақырыпқа қатысты сұрақтар қою арқылы оқушылар бір-бірінің жауабын толықтыра алады. Синоптиктердің болжамы бойынша еліміздің шығыс аймағында күн құбылмалы, жел соғып, артынан боран болуы ықтимал. Яғни сіздер дене-тану пәнінен СМС әдісі, 9 ромб әдісі және болжам әдістерін пайдаланған жағдайда бағалау көрсеткіші 7 градусты көрсетеді. Болжам әдісі. Болжам әдісі сабақты ұйымдастыру кезінде және қорытынды бөлімінде қолданылады. Болжам әдісінде не болады деп ойлайсың, оған қандай дәлелің бар және не болды сұрақтар арқылы кесте құруға болады. Еліміздің оңтүстік аймағында күн ашық, яғни математика пәнінен 1 минут әдісін пайдаланған жағдайда сіздердің бағалау көрсеткіштеріңіз 10 градусты көрсететін болады. 1 минут әдісі. Бұл әдісті кайдзен әдісі деп те атайды. Кайдзен атты 1 минут әдісі оқудағы дағдыны қалыптастыруға көмектеседі. Оқушылар тапсырма орындау барысында өз уақытын үнемдей алады. Баспалдағы арқылы көздеген мақсатына тез жетеді.
Бұл әдістің тиімділігі тез әрі оңай орындалатын 20 түрлі әдістердің бірін 1 минутқа сыйғызу арқылы жүзеге асырылады. Оларға мысалы ыстық орындық, 4 сөйлем, 5 саусақ, тағы сол сияқты әдістер жатады. Адам тәрбиелеу ұлы міндет. Ол міндетті атқарушы ұстаз. Ұстаздың негізгі құралы сабақ. Демек, оқу райының болжамындағы әдіс тәсілдерді қолдана отырып, бала жүрегінің нәзік, көңілі пәк екенін естен шығармай, ертеңгі сабағымыздың қызықты болуына себепкер болайық.